соңғы рет дүкенге кіріп, мынаны бұрын арзан алып жүрген едім ғой деп ішінен айтқан қашан? Немесе айлық түскен күні ақ ақшаның қайда кеткенін ойлап, ішін біртүрлі қысылып кеткен кез болды ма? Бір қызығы, баға өскен сайын адамдардың тек қалтасы емес, жүрегі де ауырлап бара жатқандай. Біз бүгін ақша туралы емес, сол ақшаның артында тұрған алаңдаушылық туралы сөйлесеміз. Неге қымбатшылық бізді тек экономикалық емес, психологиялық және рухани да шаршатып жібереді? Армысыздар достар, құрметті тыңдарман, бақытты жүрек бағдарламасына қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Бағдарламаның астында лайк қойып, әрине басқалармен бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, анықтама керек болса, біз басқа да әлеуметтік желілерде бармыз. Бақыт лайк деп еңсеңіздер, біз шыға келеміз. Бізге жазыңыздар. Статистикаға қарайық, соңғы жылдары азық-түлік бағасы тұрақты өсіп келеді. Басында айта кеткендей, көп нәрсе қымбаттайды. Бір күн дүкенге келсең, бір заттың бағасы масқара. Алдыңғы уақытта сен оны басқа бағамен алушы едің. Сонымен басыңды сипап, ары қарай кетесің. Не істейсің басқа? Керек қой. Коммуналды төлемдер қымбаттады. Жылдан жылға қымбаттап келеді. Әсіресе қысты күні бағасы масқара. Өйткені жылу қосылады ғой. Жанармай, дәрі-дәрмек, киім бәрі әсер етті. Экономистер мұны инфляция дейді. Ал қарапайым адам үшін бұл күніне бір рет артық уайым. Бірақ бір қызық нәрсе бар. Бірдей қымбатшылықта бір адам сабырлы, ал екіншісі мүлде күйзеліске түсіп кетеді. Демек мәселе тек бағада емес. Келісесіз бе? Пікіріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Уайымның түбі қайда? Көп адам ақша жетпей жатыр дейді. Бірақ шын мәнінде адамды мазалайтыны ертеңге деген сенімнің азаюы. Сұрақтар көбейді. Ертең отбасымды қалай асыраймын? Солай ғой. Көбей ер адамдар кей кезде емес, жиі жалғыз басты әйелдер және балалар бар болғанмен ертеңгі күнді ойлайды. Балаларын қалай асыраймын деп. Балаларының болашағы қандай болады дейді. Жұмысым тұрақты ма? Ертең жұмыстан шығарып жүрмей ме деген қорқыныш. Ауру болса не істеймін? Адам бүгін жиі ауырып қалады. Жаздың өзінде де масқара. Емделу үшін дәрі-дәрмекке көптеген ақша жұмсаймыз. Осы бір-екі ай бұрын күзде балаларымыз ауырып, масқара шығын болдық. Өзімде әдетте бір-екі күн ауыршы едім. Сол соңғы рет ауырған кезде бір апта тұра алмай жаттым. Көптеген антибиотик іштім. Сөйтіп бірақ аяғыма тұрдым. Масқара, бүгін баға тұрмақ, аурулар да бүгін өзгеріп келеді. Бұл жай ойлар емес, бұл ішкі үрей. Және ол біртіндеп ұйқыны бұзады. Ашуланшақ етеді, адамдарды бір-бірінен алыстатады. Ақша мәселесі жүрек мәселесіне айналады. Неге бұл бізге осынша әсер етеді? Өйткені қазіргі әлем енді айналамыз адамға бір ойды қайта-қайта айтады. Сенің қауіпсіздігің өз қолында ғана. Яғни, ақшаң болса тынышсың. Байта кеткенде ақшаң болса қалтаңда, талтаңда деген бір естеріңізде ғой мақал. Ақша болмаса, сен әлсізсің. Бірақ бұл ой адамды тыныштандырмайды. Керісінше одан сайын қысады. Неге? Себебі ақша тұрақсыз, ал жүрек тұрақтылықты қалайды. Адам не істейді бұл жағдайда? Қымбатшылық кезінде адамдар әртүрлі әрекет етеді. Бір қатты үнемдейді, бір ашуланады, бірі бәріне үмітін үзеді, ал бірі өзін өзі кінәлайды. Бірақ ең қауіптісі адам ішкі тыныштығынан айырылады. Ал ішкі тыныштық кетсе, шешімдер қате болады. Қарым-қатынас бұзылады. Өмірдің дәмі жоғалады. Келесі сұрақ тұр алдымызда. Тыныштық қайдан келеді?
Мына сұрақты өзіне қойып көр. Менің тыныштығым неге байланысты? Айлыққа ма? Бағаға ма? Болмаса валютаға ма? Валютаға да бүгін назар аударатын адамдар көп. Егер соларға байланысты болса, онда тыныштық әрдайым шайқалады. Ал киелі жазбада Құдайдың сөзінде мынадай сөз бар. Өздерінің барлық уайымдарыңды оған тапсырыңдар. Өйткені ол сендерге қамқор дейді. Бұл Інжіл кітабында жазылған. Бұл жай ғана діни сөз емес. Бұл өмірлік принцип. Сонымен сенім дегеніміз не? Сенім деген мәселе жоқ деп ойлау емес. Сенім деген мәселе бар кезде де жалғыз емес екеніңді білу. Жаратушы Құдай былай дейді. Сондықтан не жейміз, не ішеміз, не киеміз деп уайымдамаңдар. Әкелерінің сендерге бұлардың бәрін қажет екенін біледі. Бұл сөздер жұмысты тастап кет деген емес. Жауапкершіліксіз бол деген емес. Бұл уайымды жүректің қожайыны етпе деген сөз. Қымбатшылық бізге не үйретеді? Қиын кезеңде адамның кімге сенетінін көрсетеді. Жүректің қайда байланғанын ашады. Кейде дәл осындай кезде адам Құдайды еске алады. Солай емес пе? Қиналған кезде ақша жоқтық, жетіспеушілік ол қиын жағдай емес пе? Әрине, сондай кезде адамдар Құдайға көбірек жалбарына бастайды. Ал жағдай жақсы болған кезде не істейді? Құдайды біз ұмытамыз. Өйткені өз күші жетпейтінін түсінеді адам. Сондықтан Құдайға жалбарынады. Және бұл әлсіздік емес. Бұл негізінде даналық. Жүрекке жететін сөз, достар. Бағалар тағы өсуі мүмкін. Экономика тағы өзгеруі мүмкін. Бірақ Забур кітабында бізге мынандай үміт бар. Жаратқан не? Менің қамқоршым. Мен еш нәрседен тарықпаймын. Егер жүрегінде алаң бар болса, қорқыныш бар болса, ертеңге сенім азайса, бүгін бір сәтке тоқта. Жүрегіңді Құдайға аш. Қарапайым, жай сөзбен дұға ет. Жаратушы, осы күнге дейін мені алып келгеніңе рахмет. Жетелеп, тірімін, дене мүшем сау. Рахмет. Ары қарай да маған қамқор болатыныңызға сенемін. Бүгін бәрін сіз қолыңызға тапсырамын. Маған жұбаныш беріңіз. Сізге сенім артуға көмектесіңізші. Сізге деген сенімім ары қарай ұмтылып, ертең сіз маған қамқор болып, қиын жағдайдан шығуға көмектесетіңізге сенемін деп қарапайым дұға етсеңіз, Құдай сізге көмектеседі. Аспаннан ақша түспесе де, бірақ ол мүмкін, достар. Ақшада аспаннан түспесе де, Құдай өзі бәрін жарылқап, бәрін қарастырып, сізге көмегін тигізеді. Мүмкін басқа жұмыс тауып береді. Мүмкін біреу арқылы сізге ақша салып жібереді. Оның өзі де керемет бата. Сол кезде әрине Құдайға шүкір дейсіз ғой. Бүгін бір сәтке тоқтаңыз, және айта кеткендей. Жүрегіңізді Құдайға ашыңыз. Себебі ақша жеңілдік бермейді, ал сенім жеңілдік береді, үміт береді, және де тыныштық береді. Бізге хабарласыңыздар, достар. Дұға ете алмасаңыздар, Құдайға қалай дұға ету екенін сіздермен бірге біз дұға етіп көмектесеміз. Біз әлеуметтік желілерде бармыз. Instagram, TikTokта. Сондықтан басын айта кеткенде тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі жолға дейін сау саламатта болыңыздар. Ұлы, керемет, құдіретті күшті Құдай бүкіл жерді жаратқан, аспанды, адамды жаратқан. Қаншама ғасырлар өтті. Барлығын біледі. Адамдар көптеген қиындықтардан өткен. Ол қиындықтарды Құдайға тапсырсақ, бір жағынан ол алып тастай алады ол қиындықтарды, болмаса ол қиындықтарды өтуге көмектеседі. Сау саламатта болыңыздар.